Адам баласы өз қолымен өсірген ұрпағына кейде байқамай тілдің жарасын тигізіп алады. Әсіресе бала есейіп, өз ойы қалыптаса бастағанда, ата-ана тарапынан айтылған әрбір сөз оның болашағына із қалдырады. Сол себепті дана қазақ тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деген. Балаңызға айтқан сөзіңіз оның болашағына бағыт беретін күшке айналуы да мүмкін. Не болмаса көңілін жаралап, өмір бойғы қорқынышқа себеп те болуы мүмкін. Біріншісі, сенен түк шықпайды. Бұл баланың намысына тиетін ең ауыр сөздердің бірі. Есейген бала мұндай сөзді естісе, өзіне деген сенімі сөніп, іштей күйзеліске түседі. Біздің ата-бабамыз ешқашан баласын жерге қаратқан емес. Олар керісінше, балаға сенім берсең, тау қопарады деп үміт сыйлаған. Қанша ренжісеңіз де, баланың арманын өлтіретін сөз айтпаңыз. Екіншісі, сен менің айтқанымды істемедің. Бұл сөз баланы кінәлі сезінуге, өз ойынан бас тартуға итермелейді. Есейген бала енді жеке тұлға. Ол өз шешімін қабылдауға үйренуі керек. Ата-әжелеріміз балаңның ертеңгі күніне аралассаң, бүгінгі еркіндігін ұрлайсың деп, шектеудің де өз өлшемі болатынын айтқан. Балаңыздың өмірін бақыламаңыз, бағыт беріңіз. Үшіншісі, қазір сен менің қол астымдасың. Бұл сөз арқылы ата-ана өз билігін орнатқандай көрінеді. Бірақ есейген бала мұны қорлық ретінде қабылдауы мүмкін. Тәртіп пен қорқыныш екі бөлек нәрсе. Қорқыныш уақытша бағындырады, ал сыйластық мәңгі бағындырады дейді дана сөз. Сондықтан билік емес, бедел болыңыз. Төртіншісі, сен мені ұятқа қалдырдың. Қазақ үшін ұят ұғымы қасиетті, бірақ оны орынсыз қолдану баланың жанын жаралайды. Кейде бала қателеседі, кейде дұрыс жолды іздейді. Ол өмірдің табиғи заңы. Қателік ұят емес, оны қайталау ұят, дейді көне көз қариялар. Сол себепті ұрсып емес, ұялтпай, түсіндіріп сөйлеген жөн. Бесіншісі, біздің кезімізде бұлай болған жоқ. Бұл ата-ананың өз дәуірін алға тартуы, бірақ әр заманның өз жолы бар. Бүгінгі өмір басқа, баланың көз қарасы басқа. Уақыт ұстаз, әр ұрпақ шәкірт деп ата-бабамыз тегін айтпаған. Бүгінгі ұрпақ сізді қайталамайды. Ол өз әлемін жасап келе жатқан жеке тұлға. Алтыншысы, сен мені тыңдамайсың. Бұл сөзді жиі айтқан сайын, бала да сізді тыңдаудан қалады. Өйткені тыңдалу үшін алдымен тыңдай білу керек. Құлақ, жүректің жолы дейді дана қазақ. Балаңызбен дауласпаңыз, диалог құрыңыз. Ол өз ойын жеткізгісі келеді, тыңдап үйреніңіз. Жетіншісі, мен сен үшін бәрін жасадым, ал сен? Бұл сөз ата-ананың ренішін білдіреді, бірақ балаға ауыр тиеді. Ол сіздің еңбегіңізді түсінеді, бірақ кінәлі сезінгісі келмейді. Ата-әжелеріміздің бір сөзі бар. Жақсылық міндет емес, жүректен шықса ғана қадірлі. Балаға жасаған жақсылығыңызды міндет етпеңіз, ол оны іштей ұмытпайды. Тілдің де жазығы бар. Балаңыз есейген сайын сіздің рөліңіз өзгереді. Бұйыратын емес, бағыт беретін адамға айналасыз. Балаң жақсы болса, жарқыраған айың, жаман болса, қараңғы түнде сөнген шамың деп ата-бабамыз бекер айтпаған. Ендеше балаңызға ауыр сөз айтып, жанына із қалдырмаңыз. Сөзіңіз тәрбие, үнсіздігіңіз өнеге, ал мейіріміңіз мәңгілік ұстаз болсын. Есейген балаға ақыл айту аз, тыңдай білу көп болсын. Тәрбиенің жалғасы сенім. Сенбеген ата-ана жақсы тәлім бере алмайды. Балаңды кінәлама, себебін түсінуге тырыс. Күн сайын ақыл айту емес, ісің мен өнеге көрсету ең мықты тәрбие. Қателігін бетіне баспа, қайталамауына жол көрсет. Балаңмен тең сөйлессең, ол сенімен сырлас бола бастайды. Кешірім сұраудан қорықпа, ата-ана кешірім сұраса, бала сыйластықты үйренеді. Есейген балаға бұйрық емес, бағыт керек.
Балаңа өз ойыңды тықпалаушы болма, өз жолын іздеуге мүмкіндік бер. Тәрбиенің түбі сөз емес, мейірім. Баланың өміріне үңіл, бірақ еркіндігіне қол соқпа. Кейде үндемегенің ең дұрыс тәрбие. Балаңа сенім арт, ол соған сай болуға тырысады. Балаңа өкпелеме, себебі ол сенің айнаң. Жақсы көретініңді жиі айт, ересек бала да мейірімге мұқтаж. Қателігін көрсең, сөкпе, ол да адам, ол да ізденуде. Балаңмен сөйлескенде даусың емес, жүрегің қатты шықсын. Есейген балаңды өзгелермен салыстырма, ол өз жолымен жүріп келеді. Өз балаңа сенбеген адам өмірдің өзіне ренжиді. Тәрбиені кеш бастау қиын, бірақ мейірімді кеш бастауға болмайды. Балаңды бақылама, бақылаудың орнына бағыт бер. Оның өмірі сенің жалғасың емес, сенің аманатың екенін ұмытпа. Кейде қаталдық емес, сабыр жеңеді. Сен айтқан әр сөз жүрегінде із қалдырады. Сөзді таңдап сөйле. Қатесін көрсең, оны бірден емес, сабасына келгенде айт. Өзіңнің үмітіңде емес, оның арманын қолда. Қанша ренжітсе де, балаңа қарғыс айтпа, ол өзіңнің дұғаңды тежейді. Ата-ананың сүйіспеншілігі ересек баланың да ең үлкен тірегі. Балаң саған қарсы шықса, демек ол өз ойын қалыптастырып жатыр. Есейген балаңды тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле, сонда ол өзінен өзі түзеледі. Үлкен баламен сөйлескенде ақыл айтпа, ақылды бол. Есейген баланы ұялтпа, ұялған бала үнсіз кетеді. Балаңды сынасаң, сенімін жоғалтасың, сенсең, сеніміңді ақтайды. Есейген ұл мен қыз бұйрықты емес, сыйды көтереді. Қатал сөз жүректі жабады, жылы сөз жол ашады. Балаңды өз көлеңкеңде емес, өз жарығында өсір. Үнсіз түсіндіре алу ата-аналық даналықтың ең биігі. Баланың жолын кеспе, дұғаңмен демеп жүр. Ашу үстінде айтылған сөз бала жүрегінде жылдар бойы жаңғырып тұрады. Сабырлы ата мен мейірімді ана баланың екі қанаты. Балаң айтқан әр сөзің болашағына жазылған хат. Қарап тұрып ұялта білу ұрысқаннан 1000 есе әсерлі. Балаңды үнемі ақылмен емес, жүрекпен түсін. Кейде үндемей тұру ең ұлы тәрбие. Балаға сенім берсең, өзіңнің арқа сүйеріңді өсіресің. Есейген балаға ақыл айтудан бұрын оның жанына үңіл. Тәртіп қорқыныштан емес, құрметтен басталуы керек. Балаң сені түсінбесе, оны емес, өз тіліңді өзгерт. Балаңды бұйрықпен емес, батамен ұста. Балаңды тыңдай білсең, ол сені сыйлай білуді үйренеді. Есейген балаңа ұрысқан сайын араларың алыстайды, түсінген сайын жақындайсың. Балаңа айтқан әр сөзің ертең оның тағдырынан орын алады. Мейіріммен тәрбиелеген бала өмір бойы саған рахмет айтады. Өз балаңды өзің түсінбесең, оны сырттың сөзіне қалдырма. Балаңды қолдамай сын айтсаң, өз жүрегіңді жаралайсың. Қатеңді мойындау баланың көзінде сені биіктетеді. Кешірім үйрете білген ата-ана ең дана ұстаз. Баланың жүрегін ренжіткен сөз жылдар өтсе де ұмытылмайды. Балаңа сүйіспеншілік көрсет, ол соны өзгеге үйретеді. Жақсылықты міндет етпе, шүкірін күтпе, жүректен шыққан іс өз жолын табады. Балаңды сынағаның, өзіңді сынағаның. Түсінуге тырысқан әр ата-ана мейірімнің есігін ашады. Балаңның үніне құлақ түр, сонда оның жүрегін естисің. Балаңды тәрбиелеу өз мінезіңді түзетуден басталады. Жасы үлкеннің жылы сөзі жастың өмірлік шамы. Балапаным, бағың ашылсын, табаныңа тас тимесін, әр ісіңде береке болсын. Жолыңа нұр жаусын, жүрегіңде мейірім, сөзіңде шындық орнасын. Кісілікпен өс, кішілікпен жет, айналаңа шуақ бол. Өміріңнің өзегі адалдық, жүрегіңнің иесі иман болсын. Күнің жарық, жүзің нұрлы,
сөзің ізгі болсын. Өзге емес, өзіңе сен, бірақ тәубеңді ұмытпа. Басқаның жақсылығына қуана біл, өзіңнің барлығыңа шүкір ет. Саған айтылған әрбір дұға өміріңнің қорғаны болсын. Еңбегің еленіп, ертеңің жемісті болсын. Адалдық жолында сүрінбе, өтірік пен өсекке ерме. Төмен етегіңді, биік ұятыңды сақта. Жаның таза болса, жолың ашық, сөзің шын болса, беделің биік. Ата-ана тілегін жерге тастама, сонда бағың тұрақтайды. Жақсылық іздесең, жүрегіңнен тап, жамандық көрсең, сабырмен бас. Ар мен намысты ту ет, иман мен инабатты жаныңның серігі ет. Жүрегіңде реніш емес, рақым тұрсын, сонда өміріңде тыныштық орнайды. Тамырың терең болсын, тасың биік болсын. Түбі мықты адамнан ұрпақ мықты туады. Сөзіңнен мейірім, ісіңнен із қалсын. Адамдық осыдан басталады. Жетістігің көп болсын, бірақ тәубең одан да биік тұрсын. Өмірің ұзақ болсын, бірақ әр күніңнің мәні де мағыналы болсын. Әумин. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыз.